Сәлеметсіз бе? Сізбен бірге Қазақ Хайп каналының командасы. Белорусиядағы соңғы оқиғаларға байланысты біз Беларусь пен Қазақстанның екіжақты қарым-қатынасы туралы шығарылым дайындауды шештік. Екі халық қандай қарым-қатынасты байланыстыратынын және болашақта бізді не күтіп тұрғанын білейік. Беларусь-Қазақстан қарым-қатынастары стратегиялық одақтық сипатқа ие. Олардың іргетасы екі мемлекеттің халықтары арасындағы өзара сенім мен құрметке негізделген дәстүрлі достық қарым-қатынас болып табылады. Мемлекетаралық қатынастарды дамыту жөніндегі екіжақты күш-жігердің басым бағыттарын айқындайтын негізгі халықаралық құқықтық құжат 1996 жылғы 17 қаңтарда Минск қаласында қол қойылған Беларусь Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы достық пен ынтымақтастық туралы шарт болып табылады. Беларусь Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасында барлығы 80-нен астам халықаралық шарттар жасалды және қолданыста. Жоғары және жоғары деңгейдегі екі жақты диалог, парламентаралық және өңіраралық ынтымақтастық серпінді дамуда. Беларусь Республикасы президентінің Қазақстанға ресми сапарлары 2005 жылғы мамырда, 2011 жылғы мамырда, 2013 жылғы қазанда және 2019 жылғы қазанда, ал Қазақстан Республикасы президентінің Беларусь Республикасына 2009 жылғы қарашада, 2012 жылғы мамырда және 2017 жылғы қарашада өтті. Беларусь пен Қазақстан мемлекет басшылары екі ел үкіметтерінің алдына сауда-экономикалық, инвестициялық және ғылыми-технологиялық ынтымақтастықты кеңейтуге баса назар аудара отырып, Беларусь-Қазақстан қатынастарын жан-жақты дамыту жөнінде нақты міндеттер қойды. Түрлі салалардағы екі жақты әріптестікті кеңейту және тереңдету жөніндегі міндеттерді шешуде үкіметаралық және салааралық өзара іс-қимыл тетіктері, оның ішінде сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Беларусь-Қазақстан үкіметаралық комиссиясы маңызды рөл атқарады. Басым бағыттар бойынша бірлескен жұмысты жүйелеу мақсатында тараптар 2 жылдық негізде Беларусь Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы 2026 жылға дейінгі әлеуметтік экономикалық ынтымақтастық туралы бағдарламаны, екі жақты сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту жөніндегі жол картасы, іске асыру жөніндегі бірлескен іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді. Ғылыми-техникалық ынтымақтастық жемісті дамуда. 2011 жылы Беларусь Республикасы мен Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттары арасында ғылыми білім беру консорциумы құрылды, бірқатар бірлескен жобалар іске асырылуда. 2019 жылдың маусым айында Нұр-Сұлтан қаласында ғылыми білім беру консорциумының 7-ші отырысы өтті. Мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты тереңдету бойынша қосымша қадамдар 2012 жылы Еуразия ұлттық университеті базасында Беларусь тілі мен мәдениеті орталығын құру болды. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті және қазақ тілі, тарих және мәдениет орталығы. Сондай-ақ 2018 жылы Танк атындағы Беларусь мемлекеттік педагогикалық университеті жанындағы Беларусь-Қазақстан орталығының ашылуы. Беларусь-Қазақстан ынтымақтастығының маңызды құрамдас бөлігі тараптардың халықаралық аренадағы сындарлы өзара іс-қимылы болып табылады. Беларусь пен Қазақстан БО, ЕК, ОКШ, ШИ, ЯО, ТМД, басқа да халықаралық ұйымдар мен форумдар шеңберінде сындарлы ынтымақтасады. Көріп отырғанымыздай, бізді өте тығыз қарым-қатынас байланыстырады. Минскідегі оқиғалар біздің достығымызға әсер етпейді деп үміттенеміз. Қазақ Хайп арнасы сізбен бірге болды. Арнаға жазылуды, осы бейнені жақын және достармен бөлісуді, сондай-ақ ұнатуды ұмытпаңыз. Жаңа кездесулерге дейін.